Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақта жаман иттің атын бөрі басар қояды деген нақыл сөз бар. Бұлай айтуымызға үкімет басшысының іс-әрекеті себеп. Кеше сайық-мазақ сайлау өтті. Сөйтіп, спикер болып сол бұрынғы Ерлан Қошанов тағайындалды. Және күні кеше үкіметтің басшысы болып қайтадан сол бұрынғы Әлихан Смайылов тағайындалды. Жалпы Әлихан Смайылов кім? Әлихан Смайыловты әрине кезіндегі ұлттың көсемі Алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі Әлихан Бөкейхан ұлының құрметіне ата-анасы қойған болуы мүмкін. Бірақ ол Әлиханнан бұл Әлиханның ара қашықтығы өте алшақ. Өйткені Әлихан Смайылов ешқандай да мемлекетшіл емес, халыққа жақын тұлға бола алмады. Жалпы Әлихан Смайылов мынау Назарбаевтардан қалған, Назарбаевтың билігінен қалған шенді шекпенділердің бірі ғана емес, бірегейі. Бірегейі дейтініміз бұл Назарбаевтың көзіне түскен, Назарбаев жауапты қызметтерді осы Әлихан Смайыловтарға беріп отырған. Ал енді дәл сол Әлихан Смайыловты қаңтар қырғыннан кейін Тоқаев Асқар Маминнің орнына алып келді, яғни үкімет басшысы етіп тағайындады. Сол уақыттан бері Әлихан Смайылов бір жақсы әрекеттермен елдің көзіне түскен жоқ. Жақсы жағынан өзін көрсете алған жоқ. Тіпті бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс орната алмады. Яғни журналистерден қашып жүрді. Осы Әлихан Смайыловтың кезінде елде біршама әлеуметтік түйткілді даулы мәселелер болды. Оның ешқайсысын бұл үкімет шеше алған жоқ. Енді міне қайтадан сол Әлихан Смайылов үкімет басшысы болып тағайындалды. Дәл осы уақытта мынау Маңғыстау облысында, мұнайлы Маңғыстау облысында, Жетібай ауылында қаншама адам аштық жариялап жатыр. Яғни осы уақытқа дейін алдымен талаптарын қойды. Енді талаптары орындалмайтын болғандықтан, барар жер басар тауы қалмағаннан кейін олар аштық жариялауға көшті. Бірақ оларға барып жатқан немесе Әлихан Смайыловтың өзі жоқ, ең болмаса орынбасары да жоқ, қатардағы еңбек және әлеуметтік қорғау министрі де барып жатқан жоқ. Ал ең сорақысы, жаңа ғана мынау елді аралаған, жаңа ғана тағайындалған, осы Маңғыстау облысынан мынау партиялық тізіммен сайланған Самат Мұсабаев, жеке мандатпен сайландым деп жүрген Еділ Жаңбыршиндар ол осы Жетібайдағы жағдайға мүлдем араласқан жоқ. Ол халықтың алдына барған жоқ, ол мәселені парламентте көтеріп жатқан жоқ. Демек, бұл үкіметтен де қайыр жоқ, парламенттен де қайыр жоқ. Яғни, қазіргі билік, Тоқаевтың билігі, сол Назарбаевтың кезіндегідей халыққа жек көрінішті, халықтың мәселесін шешуге құштар емес, халық бір бөлік, Тоқаевтың билігі бір бөлік. Әділетсіз сайлау өткізгені бар. Сол баяғы Әлихан Смайыловты қайттан үкімет басшысы етіп орналастырғаны бар, яғни тағайындағаны бар. Яғни, бұрынғы биліктен қазіргі биліктің еш айырмасы жоқ. Өзгерген тек қана Назарбаев кетті, Тоқаев келді. Бірақ Назарбаевтың құрып кеткен жүйесі жұмыс істеп тұр. Назарбаевтан қалған сол ескі құсқы, жағымпаз, жемқор, ұры, алаяқ кадрлар Тоқаевтың айналасында. Ал Тоқаевтың өзі Назарбаевтың мұрагері, соның тәрбиесін көрген адам. Яғни, бұл биліктен үміт күту ақымақтық. Жаңа жөндегі Жетібайдағы осындай түйткілді мәселелерді шеше алмаған, шешкісі келмейтін биліктен осы билік бір өзгеріс әкеледі, осы билік халықты ұшпаққа шығарады, халықтың жағдайын жақсартады деп күтіп отыруға болмайды. Ел болып талабымызды қоюымыз керек. Жаңадан жақшаның ішіндегі, тырнақшаның ішіндегі сайланған, бірақ шын мәнінде тағайындалған депутаттардың табанына тас қойып, олардың езуін тіліп, осы халықтың мұң-зарын сол парламенттің түрінде айтқызуға мәжбүрлеуіміз керек. Біз ақиқатты әрқашан айтамыз, елдің мұңын айтамыз. Сіздер осы біздің арнамызға жазылып, пікір жазып, осы эфирді кеңінен таратып, ақпараттық қолдау көрсетіңіздер. Назарларыңызда болған абзал достар, келесіде жүздескенше. Баламды көретін бесім ақша тауып алмайсың. Бір зат апарып берейін десең де, қолыңда дым жоқ, не істейсің басқа да, осы жерде жүресің, халық арасы күнде ұйқыдан тұрасың. Балаң сағынасың, ештеңе істей алмайсың, қолыңнан дым да келмейді сенерге.